Сәлем достар, сіздермен бүгін қысқа арнап неше түрлі көкөніс түрлерін қатыруды үйренеміз. Ең алдыменен болгар бұрышын жуып, жоғарғы жағын кесіп, жақсылап фаршированный перецқа дайындап аламыз. Осы жуылған көкөністерімізді енді жақсылап кептіріп аламыз. Егер дұрыс кеппесе, ол морозильникте тұрған кезде, яғни мұздатқышта тұрған кезде суланып, жаңағыдай үсіп қалуы мүмкін. Сол үшін де оны жақсылап кебуін қадағалаңыздар. Осылай астына қағаз немесе майлық шашып төсейсіз да, осылай төмен қаратып қойып қоясыздар. Суының бәрі сырғып кебуі үшін. Мен осылай күндіз қойдым, кешке қарай уже дайын болды. Байқасаңыздар, мен укропты да солай жуып жайып қойдым кебу үшін. Осылай болгар бұрышының кейбір жұмсақ, жаңағыдай жерлерін кесіп осылай кептірдім. Енді кезекте ет тартқышта немесе блендермен осылай помидор, яғни қызанақ, болгар бұрышын, укропты кесіп, жақсылап араластырып аласыздар. Бұны томат орнына қолдансаңыздар болады. Томатқа қарағанда тамаққа өте жақсы дәм береді. Осындай ыдыстарға саласыздар, қатыруға арнап. Сіз үшін қандай зат қолайлы, соған салсаңыз болады. Менде осындай кондитерлік зат бар, өздері домалақ, сол үшін соған қатырған өте ыңғайлы мен үшін. Сосын соған қатырдым. Осындай үлкеніне салдым, және де кішкентайына. Содан кейін осындай пластик ыдыстар бар. Осыларға да қойып қатырдым. Оны қатқаннан кейін ортасынан бөлек салфанға салып сақтасаңыздар да болады. Немесе осы ыдысменен қойып қойсаңыздар да болады. Неге барлығын құйып дайындап алдым. Енді осыны мұздатқышқа қатқанға дейін салып қоямыз. Енді фаршированный перец үшін осындай болгар бұрыштарын қатырамыз. Ол үшін бағанақ жуып кептірілген, жақсылап кепкен болгар бұрыштарын алып, салафаннан осылай 4 бұрышты етіп кесіп аламыз, алдын ала дайындап. Осылай аламыз да 4 бұрыштыны қоямыз. Екінші болгар бұрышын қойып, содан кейін тағы да қоямыз. И осылай жинаймыз. Оны қатты жыртылып кетпеу керек. Араларына пакетикті, яғни салафанды бір-біріне жабыспау үшін қолданамыз. Мінекей дайын, дәл осылай мұздатқышқа салып қатырсаңыздар болады, қажет кезінде ғана алып отырасыздар. Ендігі кезекте бізде аскөктер, менде укроп, жақсылап жуып, оны жақсылап кептіріп алғаннан кейін осылай сабақтарын алып тастап, кәдімгідей турап аласыздар. Міне дайын болған аскөгімізді енді бір ыдысқа салып қатыра беруге болады. Бұл жердегі ең басты қағида, жақсылап жуып болғаннан кейін жақсылап кептірілген болу керек. Арасы су болмағаны дұрыс, әйтпесе ол қатырғаннан кейін үсіп кетеді. Міне бізде дайын болды. Сіздерге көрсету үшін әдейілеп алып шықтым. Бір күн тұрды. Мінекей укроптарымыз сол күйі шашырап тұр. Бұл болгар бұрыштары қатырылған дәл солай. Ешқандай майыспай, ештеме болмай осылай қатырылды. Енді салафандардың арасындағы салафандарды алып тастасаңыздар болады. Мінекей томаттарымыз да қатты. Осындай ыдысқа қатырғанның пайдасы, осылай басып ала қоясыздар. Біртіндеп, екеулеп салып тамаққа өте ыңғайлы. Сол үшін осындай қатырған өте дұрыс. Міне қыздар дайын болды. Өте оп-оңай, және де қыста рахатын көретін боламыз. Ас болсын.